Сәлем, бізді көптен күткен не болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендеріміз, сіздермен мен Қазбек Досбек, біз бастаймыз. Сәлем. Есімің кім? Есімім Мұртаза Алмараят, жасым 13-те. Сәлем достар, сіздермен бірге Жұлдыздар Академиясы және де жастар бағдарламасының кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта Сымбат қызымыз. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Көңіл күйің қалай? Керемет. Есімің кім? Әділет. Әділет, жасың қаншада? 13-те. Көңіл күй қалай? Өте керемет. Бүгін бізде қонақта Асель қызымыз. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Есімің кім? Алдаберген Алдана. Ұлдана, жасың қаншада? 13-те. Көңіл күй қалай? Өте тамаша. Қалайсың? Жақсы. Атың кім? Алихан. Жасың қаншада? 9-да. Көңіл күй қалай? Жақсы. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Менің атым Нұрланова Жасмина. Жасмина, жасың қаншада? Менің жасым 11-де. Көңіл күй қалай? Жақсы. Есімің кім? Арнай. Арнай, жасың қаншада? 7-де. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Оралбек. Аты жөнім Оралбек Әсия, жасым 10-да. Есімің кім? Марилан. Мади ұлан? Ұлан ғой, есімің? Жасың қаншада? 7-де. Ұлан, көңіл күй қалай? Өте керемет. Тамаша ғой, Ұлан, актер дегеніміз кім негізі? Актер дегеніміз киноға, немесе блогер, сондайларды айтады. Актер дегеніміз ол киноға түсетін адам. Киноға түсіп қана қоя ма? Және де ол ән айтады. Сосын Жан жақты болады, иә. Актер дегеніміз кім, Арнай? Актер дегеніміз блогер. Актер дегеніміз блогер? Неге? Актер деген актер емес па, блогер басқа ғой. Актер. Актер. Не істейді ол актер? Актер. Музыкант. Олар кино түсіргенде ол қызықты кинолар түсіреді. Актер дегенде бүйтіп образға кіріп, киноға түсіп, өзінің бір ұялмау жағын жақсылап көрсету. Қандай өнерің бар? Ән айту өнерім бар. Бізге айтып бере аласың ба? Иә. Тыңдайық. Әже, еркелейін сізге, қыз көктем жаз күзде жүр жанымызда. Әже, шаттық сыйлап бізге, жете берші жүзге, шын бағымызға. Тараз шаһардан Шымкент шаһарға келім болып кеттім қалай ләйлім. Басқаны мәнім, басқаны жаным, шын бақыттан еттім қалай ләйлім. Йоу, всем привет, меня зовут Арнай. Йоу, я получил медаль за рэп. Йоу, я за эту медаль. Я хоть таких медалей очень много получил. Йоу, я стал рэпером и снимал очень много рэпов. Йоу. Девочка с города Караганда, жымиясың мен қарағанда, сен дегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Девочка с города Караганда, жымиясың мен қарағанда, сен дегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Ой, молодец, тамаша. Бір қыз бар, ұятымен елге жетер. Бір қыз бар, нәпсі келіп алданатын. Бір қыз бар, даяшы боп еңбек етер. Бір қыз бар, бірақ түнге арналатын. Біреудің әйеліне досы ғашық, ақша болса зинадан бата алмайды. Қаншама сұлу келсін, төсін ашып өзінің әйеліне аса алмайды. Біреуде жауабы жоқ сұрақ екен, уы мен балың қатар ұсынатын, бұл өмір бар мен жоқтан тұрады екен. Бәріңде жақсылықты қалағандар, оларға тек шынайы бақыт береді екен. Өзіңде білесіңдер, бар адамдар бізге де жоқ болатын уақыт келер. Бүгін екі жынды бір ағашқа шығып алып, біз алмамызды тізесейді. Күзетшіге бір жынды таспен құлатсам,
сөйтіп екіншісін таспен ұрса, сен ақ құламаң десе, мен әлі піскен жоқпын дейді. Қоссаңдар, бірде 2-3 болады, деуші едік біліммен күш туады. Алғыр бол, әдепті бол, сабырлы бол. Ақылмен іс істесең оң болады. Берушең бізге айтты өлең таппақ, таласып алушы едік біздер жаттық. Өзіңіз баға қойған күнделікті өмір бойы ұмытпай жүреміз сақтап. Иә, үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойынның алтын кенің. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілім дедім. Кейде дүниеден түлінсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, кім мықты десе біреу отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба, ойланбай ақ келді от ал менен. Ой, тамаша. Кешірім дегеніміз не? Кешірім деген бір адам қателік істейді ғой, сол қателікті кешіре білу, түсіне білу деп ойлаймын. Ол кешіре білу, ол имандылықтың белгісі деп ойлаймын, ал имандылық кез келген адамға беріле бермейтін зат. Сол үшін де любой адам кешіре білу керек. Кешірім дегеніміз, яғни басқалардың қателіктерін кешіру және де өзіне дос ретінде қабылдау. Не ол кешірім деген? Кешірімнен кешір деген сөз. Кешірім деген, біреумен ренжісіп қалған кезде өзі барып, өзінің андай қателігін түсініп кешірім сұрау. Кешірім деген ашуланған кезде кешірім сұрау керек. Адам ренжіткен кезде оны ұмыту. Ұмыту? Кешіре білу, иә? Біз досымызды ренжітіп қойсақ, біз одан кешірім сұрау керекпіз. Себебі кешірім сұрамасақ, ол ұят нәрсе болады. Сен кімнен кешірім сұрағың келеді? Мен бәрінен кешірім сұрағым келеді. Мысалға менің бұрынғы достарым маған ұрыс берген, мен оған ұрысқан кезде, мен де оған ұрысқаннан кейін солардан кешірім сұрағым келеді. Кімнен кешірім сұрағың келеді өзің? Мен, мысалы, сіңілімнен. Неге? Мысалы, Ренжітіп қойдың ба? иә, Не деп ренжіттің? біз екеуміз, мен осы кастингке келгенде ол да менімен бірге барам деді, бірақ та мен оған сен ертең барасың дедім. Бірақ та ол мен де сенімен бірге барғым келеді деді. Себебі ол егер менімен бірге барса, менің анамның бөпелеріне қарай алмай қалады да мамам. Екі баласы бар, ол екеуіне бірде қарамайды. Ал сіңілім оған көмектеседі, сол үшін да. Тамаша. Сондай ерекше қабілеттердің бірі берілсе, сен қандай ерекше түрін таңдайсың? Сондай қабілеттің? Мен ручка таңдайтын, жазған жерге арманым орындалып кетеді. Көзге көрінбей кететін адамды таңдар едім. Өйткені оның пайдасы көп, әсіресе мектепте бақылау жұмыстары болған кезде. Мысалы, саған сол супер қабілетті берді дейік, иә? Ең бірінші не істейтін едің? Ең бірінші мен үйге баратын едім. Сосын пранк жасайтын едім әркімге. Қорқытатын, иә? Ал маған ұшу қабілетін берсе, мен аспанда бұлттардың арасында ұшып жүрер едім. Адамның ойын оқитын ем. Менің ойымды оқып қоятын мен. Не қызықсан да? Бүйтіп, жан досың бүйтіп сеніңдей өтірік дос болып жүр ма, шын дос болып жүр ма, соны білесің. Ұшатын. Ұшатын? Не үшін? Ұшып жүрем аспанда. Болды ма? Хороший жүресің ба? Дым бітірмей? Сосын біреудің заттарын апарып берем. Ұшып па? Иә. Иә, сиқыршы болғым келеді. Неге? Өйткені сиқыршылар көп нәрсе жасай алады. Не істейтін ең? Сиқыршы болып кетсең? Жек көретін адамдарын жек қылып жіберетін. Қойш? Мені ше? Сіз жек көрмейсің ғой? Мен ба? Ұшатын. Ұшатын? Неге? Сол өткен ол андай бір соғыс болып жатса ше, андай адамдар ұшамайды ғой, сондықтан ұшып өлтіріп тастайсың. Уақытты басқару. Неге? Өткен кезде болған қателіктерді түзеуге болады. Болашақта не болатынын біліп қателік жібермеуге болады. Кәдімгідей алдында тұрып жоқ болып кетіп артынан шығып сондай. Неге? Невидимка дей ма сондай. Не үшін? Өзіме қызық сондай. Атаның сенің айтқаның барлығын істейміз десе. Атаның. Аха. Не істетіп алатын ең? Мен ба? Көп ойыншықтар алатын.
Ешін істемеймін. Не? Керек емес. Ең бірінші қалаған затымды алам. Ең бірінші қалаған затымды алам. Қалаған затыңды алдырасың ба? Ешнәрсе сұрамаймын, ата-анам алынбаса болды. Қош. Иә. Ештеңе керек емес пе? Жоқ. Неге? Бәрі бар ма сенде? Бәрібір. Қош, телефон. Барлығы бар. Анау мынау. Бәрі Бәрі бар. Ақша ше. Бар ғой. Кореяға қыдыруға баруда. Кореяға. Неге? Ол таза, әдемі ел. Сен ата-анаң сенің айтқаның барлығын істеймін десе, ең бірінші не істетіп алатын ең? Білмеймін. Сен 30 жасқа келгенде не істейсің? 30 жасқа? 30-ға болғанда? Папа болам. 30 жасқа келгенде папа болам ғой ол кезде. Қош, папа боласың ба? Ой, молодец. Мен папа, мама 31-де, папа 32-де. 30-ға жасым келгенде мен балаларымды өсіремін, жетілдіремін. 30-ға келген соң ары қарайда жұмыс істеп немесе балалармен бірге болуға тырысамын. 30 жасында түрлі киноларға түсіп жүретін сияқты. Әр қалада іс-сапармен жүріп. 30 жасқа келгенде жұмыс істейсің. Не жұмыс? Бизнесмен. Үйленіп. Үйленем? Иә. 30 жасқа келіп үйленесің ба? 30 жасқа келгенде ма? 30 жасқа келгенде жұмыста жасаймын. Әлі үйленбегесің? 20 жасымда үйленемін. Жұмысқа шығамын. Тұрмысқа? Жұмысқа. Жұмысқа? Тұрмысқа шықпайсың? Шығамын. Жұмыс істейсің. Жұмысты бәрі істейтін жер, басқа не істеуге болады? Қандай сол кезде Нұрайат қалай болады өзі? 30 жаста. Үйленесің. Болды. Примерно актриса болып, осындай жерде сұхбат беріп отырамын. Тамаша, арманың әжет. Шымкент қаласының әкімі болып кетті. Иә. Нені өзгертетін? Ондай ойымда жоқ, бірақ шын бетсім. Болып кетсең да. Болған кезде көреміз. Ақша жейсің ба? Ондай болмайды. Қой, дейтін жарсын ей. Жоқ. Шымкент қаласында тұратын жағдайы жоқ отбасыларға көмек беретінен. Баспаналы машиналар алып беріп дегенде. Андай салмаған жолларды, андай алынбаған жерлерді алып қала соғатын. Тамаша, сен Шымкент қаласының әкімі болып кетсең да, мысалы. Нені өзгертетін ең? Мен ба? Мұражайларды 2 есе қылып көбейтетін. Говоришь, я не знаю. Бір годта я решу. Мен өзгертем дегенде қаланы бадам алуын қалаға түседі, осы қалағанды алу, қайттан алу қылам. Қайттан алу қыласың ба бадамды? Иә, өйткені қала бізге ұнамайды, ауылда қызық нәрсе. Онда жағдай толық жетілмеген ауылдарға барып, оларға асфальт, су кіргіземін. Сен әкім болып кетсең, бюджеттегі ақшаны жейсің ба? Жоқ. Арасында? Жоқ. Керек болып қала ма? Керек емес. Ең бірінші бүкіл баланы қамтамасыз ететін. Қосымшалық жағынан да барлық жағынан өзім бала болған соң, білмеймін, өзім сондай бір арман бар да, сондай бүкіл баланың жағдайын жасап тастау. Например, қазір ата-ананың көбісінің жағдайы жетпейді, көп ата-аналардың сол балалардың барлығын керемет қылып, сондай жағдай балалар үйін өзгертетін едім, сосын барлық жағдайларын жасап. Өкіметтен бөлінген ақшаны не істейсің? Бюджет. Ең бірінші жол салдыратын едім. Жол салдыратын едім. Жейтін бең? Жоқ, жемеймін. Арасында? Жемеймін ешқашан. Біреуін аманатқа қиянат жасауға болмайды деген ұстанымды. Енді жарты кішкентай жерді жеп қойсаң, нормальный үйде. Жоқ. Өзім қарапайым халық болғаннан кейін ба, ондай жеу дегенді дұрыс санамайды екен. Әкім болсаң жейсің бірақ. Бүгін бағдарлама саған ұнады ма? Иә. Не себепті ұнады? Осы Жұлдыздар Академиясының өнері қатты ұнады.
кей балдар болады ғой, мысалы актер болғысы келіп жүрген арманда. Сол осы бағдарламаға келіп, актер болып кетіп жатқандар да бар. Сондай болғысы келеді, сол үшін ойды. ютубта киноларыңызды айт маған. Қандай кино? Зомбикент деген. Зомбикент та? Иә. Сол ұнай ма? Иә. Тамаша. Мені көрдің ғой ішінен, иә, соны? Иә. Тамаша. Мен ойнадым болса Зомбикентті. Білесіңдер ғой? Көріп жүрсіңдер. Иә? Иә. Тамаша. Өйткені балаларды актерлыққа үйретеді. Ашық сөйлестік, иә? Иә. Ашық сөйлесеміз, сұхбаттасамыз. Танымал актриса болу үшін не істеу керек? Қалай ойлайсың? Танымал актриса болу үшін киноларға жақсы түсу керек. Барлығына мейірімді болу керек, сабырлы болу керек. Танымал актриса болу үшін жақсы кинолар түсіріп, халыққа ұнайтын кино түсіру керек. Танымал актер болу үшін көп дайындалу керек. Кітап оқу керек. Ең бірінші көңілді адаммен по душам әңгіме айта алады. Бірінші өз-өзін ұстау керек, жақсы сезіну керек, және де алдыңа мақсат қойып, сол мақсатқа ұмтылу керек. Ұқыпты болу керек, немесе адал жолмен жұмыс істеу керек. Сәлем жолдау керек па? Иә. Ата-ана сіздерге алғысым шексіз. Бұл өмірге әкелгендеріңізге көп рахмет. Сіздер менің өмірімдегі ең жақсы ата-анасыздар. Мама, папа, мен сіздерді жақсы көремін. Мен сіздерге бірдеңе айтарым, алдын жолы ыдысты мен сындырып аламын. Бірақ оны үніме жаба салғанмын. Анашым, әке, рахмет. Маған алтынмен бірдей бір сіңір мен бір әні туып бергендеріңізге, мені өсіргендеріңізге рахмет. Мама, папа, рахмет, сендер жақсы көрем. Тамаша. Мама, папа, мен сендерді жақсы көрем. Жұлдыз мама, орынбасар папа, сіздер мені өсіргендеріңіз үшін, мені тәрбиелі, әдепті, қыз қылғандарыңыз үшін сіздерге мың алғыс. Ең бірінші дүниеге алып келген 9 ай 9 күн құрсағында көтерген анама рахмет айтамын. Осы күнге жеткенім, осы дәрежеге жеткенім, дәл осындай тәрбиелік үйреткен әкеме рахмет айтамын. Ешкімнен кем қылмаған, ешкімнен жаңағы жоқ демей, бүкіл затқа жіберіп, өзім қалаған істеткен. Бір жағынан осы арманыма жетуге де, осы жерге келуіме де әке шешем себепші адам деп ойлаймын. Мен сені жақсы көремін. Мен сені жақсы көремін. Мені дүниеге алып келгеніңе көп рахмет. Мен осыған шүкіршілік етемін. Сізде менде болғанына қатты қуанамын. Мен сені қатты жақсы көремін. Сізде ғана тек қана менде ғана бар. Ал құрметті достар, егер де сіз де өз балаңызды осындай бағдарламада көргіңіз келсе, төменде тұрған номерге жазылып, Жұлдыздар академиямызға келіп, өз бағыңызды сынап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Динара Нұрбабаева және де Сымбат қызымыз. Келесі көріскенше сау болыңыздар.